Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осындай сковородкаде пицца дайындауды көрсетемін. Рецепті өте оңай. Менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бізге 3 ас қасық майонез керек. Осылай 3 ас қасық майонез саламыз. Bir жұмыртқа қосамыз. Тұз қосамыз. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін аздап ұн қосып араластырып тұрамыз. Өте қою болып кетпеу керек. Аздап ұн салып араластырып осылай тұрамыз. Кетемін. Міне қамырымыз дайын. Міне осындай болу керек. Енді содан кейін табаға сұйық май құйып, осылай майды жағып аламыз. Майды жағамыз. Газге майды қыздырып, үстінен жаңағы массаны саламыз. Содан кейін осылай махеев кетчупын үстіне жағып шығамыз. Жасауы өте оңай, жасап көріңіздер. Және де өте дәмді. Балаларға өте жақсы болады. Содан кейін осылай шұжықты, колбасаны кесіп аламыз жұқалап. Сосын жаңағы массының ішіне барлығын орналастырамыз колбасаны. Осылай барлығын қойып шығамыз. Содан кейін осындай твердый сырды алып, үстінен теркамен өткізіп себеміз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де астындағы тұрған менің YouTube каналым. Сол YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Және де осылай крышкасын жауып, пісіріп аламыз. Піскенше пісіріп аламыз. Дайын болғасын өздеріңіз осылай аласыздар. Балаларға өте ұнайтын пицца. Дайындап көріңіздер. Ас болсын.